Картаның екі жағындағы ақпараттар арқылы ішіндегі ақшаны алуға болады. Бұл деген сөз, сіздің банк картаңызды біреу суретке түсіріп алса, немесе сол сияқты жолдармен данныйларын ұрласа, ішіндегі ақшаны сыпырып кетуі мүмкін деген сөз. Қалай қорғануға болады? Картаның данныйлары ұрланса не істеу керек? Ақша ұрланса қалай қайтаруға болады? Қазір айтамын. Барлық банк картасында интернет төлем деген бар. Ол деген сөз, картаның данныйлары арқылы интернет дүкендерде немесе сол сияқты орындарда ақша төлеуге болады деген сөз. Ол үшін тек картаның екі жағындағы ақпараттарды білсе жеткілікті. Бұл жақсы, ал ол ақпаратты біреу көшіріп алсашы, яғни ұрланған болса. Ақшаны ұрлап кетпес үшін интернет төлем дегенді өшіріп тастаңыз. Каспий банкте қалай жасауға болатынын көрсетейін. Каспий Голдты ашамыз, сервиси дегенді басамыз, мой банкке кіреміз. Каспий Голд картаны ашамыз және оплата в интернете деген бар. Осыны басамыз. Бұл жерде менде доступ ашылып тұр. Доступты жауып тастау үшін закрыть доступ дегенді басамыз. Осы кезде доступ жабылды. Бұл жағдайда интернетте ешкім төлем жасай алмайды. Қайтадан ашу үшін открыть доступты басамыз және лимит қойған дұрыс. Егер мен 25 мыңға қойсам, интернетте 25 мыңнан артық төлем жасай алмаймын. 100 мың десем 100 мың. Без лимит болатын болса, онда без лимит. Егер сізге 500 мыңнан көп ақша интернетте төлеу керек болатын болса, онда без лимитке уақытша қойсаңыз болады. Мен өзім мынаған қояйын. Применить лимит. Әрі қарай телефонға код келеді, бізде интернетте төлем осылай ашылады. Қанша жұмсалды мына жерден көрсеңіз болады. Өшіріп тастағаннан кейін ешкім ол жерден ақша ала алмайды. Тіпті картаның данныйларын білсе де. Ал банк картасының ақпараттары ұрланып, біреу ақша алуға тырысып жатқанын қалай білуге болады? Өте қарапайым. Каспий Голд қолданған жағдайда сізге ескерту келеді. Мысалы, интернет төлем жасау мүмкін емес, себебі интернетте төлем өшірілген деген секілді. Осы жағдайда күдіктене бастауға болады. Төлем жасауға тырысып жатқан сіз немесе картаңызды беріп қойған бір танысыңыз болуы мүмкін. Бұл екеуі де емес пе? Демек бірдеңе дұрыс емес. Интернет төлем керек болса, безлимит дегенге қоймаңыз. Оның орнына белгілі бір суммаға қойсаңыз болады. Немесе ол суммадан көбірек керек болса, безлимит уақытша қойып, төлем жасағаннан кейін өшіріп тастасаңыз болады. Біз тек Каспий Голд туралы айтып тұрғанымызбен, бұл басқа банктерге де қатысты. Картаның ақпараттары ұрланды. Әрі қарай не істеуге болады? Біріншіден, интернет төлем дегенді өшіріп тастаңыз, егер өшірмеген болсаңыз. Өшірілген жағдайда ешқашан қоспаңыз. Банк бөлімшесіне барып, картаны қайта шығарып алыңыз. Одан кейін сол жаңа картаны қолдануға болады. Еске сала кетейік, Каспий Голдты қайта шығару 1995 теңге тұрады. Бұл қазіргі жағдайда. Басқа банктерде қалай екенін сол банкке хабарласып білуге болады. Кейбір адамдар айтуы мүмкін, картадағы ақпараттар ұрланғанның өзінде ешкім ақша ала алмайды. Себебі менің телефоныма SMS келеді деп. Жоқ, олай емес. SMS барлық жағдайда келмейді. Алаяқтардан қалай қорғануға болады? Күдікті көрінген жерлерге картаның ақпараттарын жазбаңыз. Тек қана сенімді интернет дүкендерден ғана төлем жасаңыз. Айтылуы керек тағы бір ескеретін жайт, кейбір әлеуметтік желілерде хабарландыру беретін парақшалар бар. Сол жерде банк картасы жоғалды немесе тауып алдым деген хабарландырулар бар. Егер банк картасын тауып алып, иесін тапқыңыз келіп хабарландыру берсеңіз, ешқашан картаның суретін және номер секілді ақпараттарды жазбаңыз. Тек аты жөнін жазып қойсаңыз болады. Біреу менікі деп звондап жатса, соңғы цифр немесе картаның басқа ақпараттарын сұрап тексеруге болады. Бірақ ешқашан өзіңіз айтпаңыз. Жоғалтқан жағдайда банк қосымшасы арқылы картаны блоктап тастаңыз, кейін картаны қайта шығарып алсаңыз болады. Біреу тауып алып, қайтарғанның өзінде қауіпсіздік үшін картаны қайта шығарып алған дұрыс. Картаңыздағы ақша ұрланса не істеуге болады? Арнайы органдарға, яғни полицияға арыз жазасыз. Олар картадағы ақша қай шотқа аударылды немесе банкоматтан алынған болса, банкоматтағы камера арқылы кім алғанын анықтап, ақшаны қайтаруға көмектеседі. Сіздің картаңыздан алаяқтар ақша ұрлаған кездер болды ма? Пікірге жазып қалдырыңыз.